Энергетикалық сусындар адамзаттың бертінде ойлап тапқан өнертабысы. Алайда, олардың құрамындағы заттар жүйке жүйесін ынталандыру үшін бұрыннан пайдаланылып келеді. Энергетикалық сусындар емтиханға дайындалып жүрген студенттерге, жұмысын уақытында тапсырып үлгермей жүрген қызметкерлерге, спорттық рекордтарға ұмтылған спортшыларға, шаршаған жүргізушілер мен түнгі клуб қыдырмаларына нағыз құтқарушы болып табылады. Бір сөзбен айтқанда, шаршаса да өзінің сергек сезіну үшін адамдарға арналады екен. Сусынның бір құтысынан бар шаршағаныңыз кетіп, ұйқы құсу басылып жаңа әрекеттерге дайын боласыз. Энергетикалық сусындардың зияны жайлы естісек те, олардың нақты қандай зияны бар екенін біле бермейміз. Ал дүкендерде бұл ғажайып сусынның еркін таралуы мен қолжетімділігі денсаулыққа алаңдамауға болатындай әсер береді. Оны мәселе төңірегін зерделеп көрейік. Энергетикалық сусындардың қандай кемшіліктері бар? Атап өтейік. Энергетикалық сусындарды белгіленген мөлшерлемеге сай тұтыну қатаң талап етіледі. Максималды мөлшері күніне 2 құты сусын. Мөлшерден асыру қан қысымының немесе қан құрамындағы қант деңгейінің көтерілуіне әкеп соғуы мүмкін. Энергетикалық сусындар Франция, Дания және Норвегия ресми түрде рұқсат етілмеген және де дәрі ретінде тек дәріханаларда сатылады екен. Бұл сусындардың құрамындағы дәрумендер мультидәруменді кешенді алмастыра алмайды. Жүрек аурулары және де немесе гипертониямен ауыратын адамдарға энергетикалық сусындарды тұтыну құпталмайды. Бұл сусындардың ағзаны энергиямен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз болып табылады. Сусында ешқандай энергия жоқ, ол тек энергия қоздырушысы. Яғни, біз өзіміз энергия қорымызды пайдаланамыз, қысқаша айтқанда энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз. Алайда, ерте ме кеш пе бұл қарызды шаршағандық, ұйқысыздық, ашушаңдық түріндегі пайызбен қайтаруға тура келеді екен. Басқа да ынталандырушылар сияқты энергетикалық сусындардың құрамындағы кофеин жүйке жүйесін әлсіретеді. Оның әсері 3-5 сағат сақталады, бұдан кейін ағзаға демалыс қажет болады. Сонымен қатар кофеинге адам тез әуестене бастайды. Глюкоза мен кофеиннен тұратын энергетикалық сусын жас ағза үшін өте зиян. Көптеген энергетикалық сусындардың құрамындағы көп мөлшерде В дәрумені болады. Бұл жүрек соғысын жиілетіп, аяқ-қолдардың дірілдеуіне себеп болуы мүмкін. Фитнес жанкүйерлері кофеиннің несе байдағыш қасиеті жайлы жақсы білуі керек. Яғни, жаттығудан кейін энергетикалық сусын ішуге болмайды. Өйткені жаттығу кезінде ағза онсыз да көп сұйықтық жоғалтады екен. Байқағанымыздай артықшылықтарынан кемшіліктері өте көп. Дегенмен де, әр адамның өмірінде энергетикалық сусынға жүгінуге тура келетін кездер болады. Мұндай жағдайда ағзаңызды қорғау үшін сусынды тұтыну ережесін мұқият оқып шығыңыз. Энергетикалық сусындарды тұтыну ережесі. Кофеиннің бір күндік мөлшерін асырмауға тырысыңыз, яғни 2 құтыдан көп ішпеңіз. Сусынның әсері тарқағаннан кейін ағзаға күш жинау үшін демалыс қажет болып табылады. Спорттық жаттығулардан кейін немесе фитнестен кейін энергетикалық сусындар ішпеңіз. Спорттық сусындарды қан қысымын көтереді. Бұл сусындарды жүкті әйелдерге, балаларға, жасөспірімдерге, егде адамдарға, гипертониядан зардап шегетін, жүрек қан тамырлары ауыратын, глаукома, ұйқысы бұзылған, тез қозғыш және кофеинге сезімтал адамдарға тұтынуға тыйым салынады. Кофеин қаннан 3-5 сағаттан кейін шығады, ал кейде тек жартылай ғана шығуы әбден мүмкін. Сондықтан да осы уақыт аралығында энергетикалық сусындарды кофеинді, яғни шай, кофе және басқа да сусындармен алмастыруға болмайды. Әйтпесе мөлшерді асырып жіберу қаупі артады. Көптеген сусындар көп калориялы болып табылады. Ал бұл сусынды жаттығудың алдында тұтынған дұрыс. Ал егер сіз салмақ түсіру үшін емес, жай ғана жаттығулар жасасаңыз, онда жаттығулардан кейінде ішсеңіз болады. Энергетикалық сусындарды ешқандай жағдайда ішімдікпен араластырып ішуге болмайды. Кофеин қан қысымын көтереді, ал ішімдік оның әсерін одан сайын арттырады. Нәтижесінде гипертониялық кризге ұшыратуы әбден мүмкін. Дәрігерлердің пікірінше энергетикалық сусындар дәруменді кофе алмастырғыш тек денсаулыққа қауіптірек деп айтады екен. Басқа өнімдердегі жемісті шырындар мен глюкоза ағзаға дәл осылай әсер етеді. Сондықтан оны ішу немесе ішпеу
ол өз еркіңізде. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет, және де деніміз сау болсын.